Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында табаннан пісіретін боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Нанымыз өте керемет, үлпілдек, жұмсақ болып шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай видеода. Сіздер де жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Бізге електен өткізілген ұн, тұз, құрғақ ашытқы, жылы сүт, жылы су, май қажет болады. Құрғақ заттарымызды алдын ала араластырып аламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай жылы сүтімізді құямыз, майымызды құямыз, сұйық майымызды. Және жылы суымызды аз-аздан құйып, ұнымыздың үстіне жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болса, нанымызды солғырам өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Міне осылай үстінен аз-аздан су құйып, басы біріккенше қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, 1 сағат, 1,5 сағатқа жылы ғып орап қалдырамыз. Қамырымызды қайтарып илеп қоямыз көтерілгеннен кейін. Неғұрлым 2 қайтарып, 3 қайтарып илеп қойсаңыздар, нандарыңыз өте жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Мен қайтарып илеп 15 минутқа қалдырып қойдым. Сіздер де солай істесеңіздер болады. Міне қамырымыз ашыды, көтерілді әдемі болып. Противенімізді алып, майлап, қамырларымызды бөліп, өзімізге ыңғайлы етіп, нанымызды дөңгелек формасын жасап жаямыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Жақпасаңыздар да болады. Ол міндетті емес. Және күншіт болмаса мак сепсеңіздер де болады. Ол да міндетті емес. Өз қалауларыңыз бойынша. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 немесе 200 градусқа. Мен пешімді 200 градусқа қойып қойдым. Қызып тұрған пеште нандарыңыз әдемі биік болып көтерілетін болады. Міне пешімізге дайын қамырымызды салдық. 25-30 минутқа қалдырамыз. Нанымыз дайын болды, пісті. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.